Сәлем достар, бүгін алгебра 10 сыныптың 8-ші есебін шығарайық. Мына теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шығарыңдар дейді. Қараңыздар, яғни алмастыру тәсілі дегеніміз не? Мына жерде мысалға біз бірінші теңдеуден y-ті тауып ала аламыз, оны мынаның орнына қояйық. Яғни y тең болады дейік, мына жерден 7 x-ті 10-ға шығарып жібереміз, сонда минус x болады. Одан кейін мына жерге x квадрат деймізде минус мына y-тің орнына енді мынаны қоямыз. Яғни жақшаң ішіне жазайық. 7 минус x тең болады 13 дейміз. Енді осыны біз бөлек қазір теңдеу қылып шығарайық. Қараңыздар, x квадрат минус жақшаны ашып жіберетін болсақ 7, мына минус пен мына минус плюс x-ті береді, плюс мына 13-ті солға қарай шығарып жібереміз, минус 13 тең болады 0 деймін. Сонда x квадрат плюс x тек, минус 7-ге минус 13-ті қосатын болсам, минус 20 болады, тең болады 0 дейік. Так, енді осыны мен дискриминантпен шығарайық, яғни x1 мен x2-ні табу керек қой. Яғни бізде дискриминант тең болады. Формула қандай еді? b квадрат минус 4ac болды. Мынау бізде a, мынау бізде b, мынау бізде a, мынау b, мынау c ғой. Яғни b квадрат деген менде 1. 1-дің квадраты 1. 1 минус 4 көбейтілген. a дегенім 1-ге тең, оны жазбай-ақ қойып. c дегенім минус 20-ға тең. Мына минус пен мына минус екеуі мына жерде плюс болып кетеді. Көбейтемін 20 деймін. Сонда 4 20 көбейтсем 80, 80-ге 1 қосам 81 болады. Одан мен x-ті табам. x1 x2-ні табам. Яғни формуласы минус b плюс минусты бір астында дискриминант бөлінген 2a ғой. x1-ді табатын болса минус b, бірінші мынаны плюсын алайын. Минус b деп отырған, мына жерде b менде плюс 1-ге тең ғой. Яғни мына минус пен минус 1 болып кетеді. Минус 1 плюс 81-дің түбірі менде 9 бөлінген 2a. a деген 1-ге тең, яғни 2-ның өзі болады. Значит, мына жерде 8 2-ге бөлсем, ол менде 4-ге тең. x2-ні тапсам, ол мына жерде минус 1, мына плюсты енді минус қайналдырып жіберем. Себебі мына жерде плюс минус деп бердік. Екінші жағдайда қараймын. Минусты қараймын. Минус 9 бөлінген 2 дем. Сонда мына жерде минус 10 бөлінген 2, ол менде минус 5-ге тең. Так, қараңыздар, бізде x-тің бір мәнін таптық, екінші мәнін таптық. Енді y-ті табамыз. Яғни y тең болады деймін. 7 минус, енді мына x-тің орнына бірінші x-ті қойып көремін. 4-ті қоям. Ол тең болады 3 деймін. Енді келесі y тең болады 7 минус деймін. Келесі менде минус 5-ті қоям. Яғни жақшаң ішінде минус 5 деймін. Сонда ол мына минус пен минус плюс болып кетеді. Плюс 5 болады. Ол менде 12-ге тең. Сонда менде жауабы бірінші жағдайда x1-ім 4-ге тең болған жағдайда y-ім менің 3-ге тең болды. Ал екінші жағдайда x1-ім минус 5-ге тең болған жағдайда y-ім менің 12-ге тең болды дейміз. Келесі екінші есепті шығарайық. Так, бұл жерде мына екіншісінен y-ті тауып алуға болады. То есть біріншісінен де тауып алады. Просто мына жерде минусынан, қазір минусынан арылу керек болады. Лучше біз былай жасайық. Мына екіншісінен y тең болады 14 минус x квадратты сол 10-ға шығарып жіберейік. X квадрат тек, Ал мына жерде 3x минус мына y-тің орнына енді мынаны қоям. Жақшаң ішіне қоям. 14 минус x квадрат. Так, 4-ті сразу шығарып жіберейік. Минус 4 тең болады 0 дейік. Енді мына теңдеуді бөлек алып шығарайық мына жерге. Так, 3x минус жақшаны ашып жіберейік. Минус 14. Мына минус пен мына минус плюс x квадрат береді. Минус 4 тең болады 0 деймін. Енді орнына қойайық. Бірінші x квадратты бірінші қояйық. Плюс 3x-ті жазып алайық. Минус 14 минус 4 ол минус 18 болады. Тең болады 0 дейміз. Так, мынаны вет теоремасынан шығарып жіберуге болады. Қараңыздар, a бізде 1-ге тең болып тұр ғой, мына жерде мына x-тің алдындағы сан ол 1 ғой. 1-ге тең болып тұр, яғни вет теоремасы бойынша x1 плюс x2 ол бізде минус b-ға тең болу керек. Яғни біздің жағдайда минус 3-ке тең болу керек. Ал x1-ді x2-ге көбейткенде ол менде c-ға тең болу керек. Яғни біздің жағдайда минус 18-ге тең болу керек. Яғни қандай санды бір-біріне қосқанда минус 3 шығады, бір-біріне көбейткенде минус 18 шығады. Қараңыздар, x1-ді минус 6 беретін болсам, x2-ге 3-ті беретін болсам, егерде минус 6 плюс 3 дейтін болсам, ол менде минус 3 шығады ғой. Ал минус 6 көбейтемін 3 дейтін болсам, ол менде минус 18 шығады, дұрыс па? Яғни осы екі сан келіп тұр мына. x1 мен x2-ні уже тауып алдық. Негізі дискриминантпен де табуға болады, бірақ ол ұзақ болып кетеді кішкене. Ал мынау вет теоремасы ол тез жолы. Енді менде x1 бар, x2 бар, енді мен y таба аламын. y1-ді табайын. y1-ді табу үшін мына жерге 14 минус x-тің орнына енді мына мәнді қоятын боламын. 14 минус x-тің орнына минус 6-ны қоям, оны квадраттаймын. Минус 6-ның квадраты 1-ден жазайық, 36.
Так, 36-тан 14-ті азайтатын болсам, ол так, минус 22, иә? Минус 22. Келесі y2-ні табайын. 14 минус дейм. Енді келесі мынау 3-ті қоям ғой. 3-тің квадраты 9 дейм. 9, 14-тен 9 алатын болсам, ол бізде 5-ке тең. Сонда менде жауабы x бірім минус 6-ға тең болған жағдайда y-ім минус 22-ке тең болады. Екінші жауабы x 2-ім 3-ке тең болған жағдайда y-ім 5-ке тең болады. Келесі үшінші есеп. Так, мына жерде біз мына жерден минус y-ті тауып алайық. Минус y тең болады 7, x-ті 10-ға шығарамын, минус x болып келеді. Мынаны пока жазып қоям. X квадрат минус 2 y тең болады 13 деп. Енді бұдан мына минустан арылам, яғни бәрін минус 1-ге көйіп шығам. Сонда y тең болады x минус 7 болады. Таңба осады, иә? X квадрат минус 2. Енді қараңыздар, мына y-тің орнына мен мынаны қоям. Жақшаның ішіне x минус 7 дейм, тең 13 деп жазам. Енді мына теңдеуді бөлек шығарып алып, бөлек жазып алып шығарам, иә? Минус жақшаны ашып жіберейік. Минус 2-ні x-қа көйтсем, минус 2x болады. Минус 2-ні минус 7-ге көйтсем, плюс 14 болады. Мына 13-ті солға шығарып жіберейік. Минус 13 тең болады 0 болады. Сонда x квадрат минус 2x, 14-тен 13 азайтсам, плюс 1 тең болады 0 шығады. Так, бұны тағы да вет теоремасымен шығарып жіберуге болады. Яғни формула бойынша жаңа алдында көрсеттік қой, x1 мен x2-ні қосқанда менде минус b шығу керек, иә? Яғни менің жағдайымда минус 2 дегенім плюс 2 шығу керек. Ал x1-ді x2-ге көбейткенде менде c шығу керек, яғни менде 1 шығу керек. Қараңыздар, x1-ге де 1, x2-ге де 1 беретін болсам, 1-ге 1-ді қоссам 2 шығады, 1-ді 1-ге өтсем 1 шығады. Солай ғой. Сонда бұл x1, x2 деп жазып қажет емес, яғни менде бір жауап болады тек қана. x-ім тең 1-ге. Осы жағдайда y-ім тең, мына менің y-ім. x-тің орнына 1-ді қоям, 1 минус 7 десем, ол менде минус 6-ға тең. Сонда жауабы x-ім 1-ге тең болғанда, y-ім минус 6-ға тең деймін. Так, келесі 4-ші есеп. Мен мынадан y-ті тауып алайын да, мынаның орнына қояйын. Яғни 0,5 y деп жазам да, тең болады 1,5. Мына 3x-ті 10-ға шығарам, сонда минус 3x болады. Екінші теңдеуді жазып қоямын пока. Тең болады минус 12 деп. Так, енді мына 0,5-тен арылу үшін мен мына оң жағын бөліп жіберем ғой, мынаны 0,5-ке бөліп жіберем. Так, сонда 1,5-ті 0,5-ке бөлгенде бөлемін 0,5 болғанда, ол менде 3 болады. 3 минус, так, 3-ті бөлем 0,5 болғанда, ол менде 6 болады. 3 минус 6x болады сонда. Так, енді келесі x квадрат минус темде, мына y-тің орнына енді мынаны қоям. Яғни жақшаның ішіне 3 минус 6x тем, тең болады минус 12 тем. Мына теңдеуді бөлек шығарып алып, қазір мына жерден шығарамыз. Минус жақшаны ашып жіберейік 3. Мына минус пен мына минус плюс болып кетеді, плюс 6x. Так, мына минус 12-ні солға шығарайық. Таңба ауысып кетеді, плюс 12 болып кетеді, тең 0. Енді осыны шығарайық. X квадрат, кішкене жинақтайық, 6x. Минус 3-ті 12-ге қосып жіберсем, плюс 9 болады, тең болады 0 дейм. Так, бұны да вет теоремасымен x1-ді x2-ні тауып алады. x1 плюс x2 дегенім, ол менде минус b-ға тең болу керек. Яғни, менің жағдайымда ол минус 6-ға тең болу керек. Ал егерде x1 мен x2-ні көбейткенде, ол менде 9-ға тең болу керек. Я, c-ға тең болу керек. Яғни, ол менде 9-ға тең болу керек. Егерде мен, қараңыздар, x1-ге де, x2-ге де минус 3-ті беретін болсам, минус 3-ті минус 3-ке қоссам, минус 6 шығады. Минус 3-ті минус 3-ке көбейтсем, плюс 9 шығады. Яғни, менде жауап 1, минус 3. Сонда, мен x минус 3-ке тең болған жағдайда y-ім тең болады. Менің y-ім қай жерде еді? Мынау ғой, 3 минус 6 көбейтілген x дегені минус 3 менде. Минус 3 тең болады. 3 минус 6-ны минус 3-ке көйтсем, минус 18 болады ғой. Мына минус пен плюс болып кетеді. Плюс 18 болып кетеді. Сонда ол 21-ге тең. Сонда менің жауабым болады. x-ім минус 3-ке тең болған жағдайда y-ім 21-ге тең.
яғни x-тің бір мәні бар, y-тің бір мәні бар деген сөз. Так, келесі 5-ші есеп. Бұл жерде керісінше біз x-ті тауып алайық мынадан. Себебі y-ті қоятын болса, оны қазір квадраттау керек болады. Сондықтан лучше x-ті тапқан жөн, иә. 3, мына минус y-ті 10-ға шығаратын болсақ, плюс y болып шығады. Ал мына жерде бірден қойып жіберейік. Мына x-тің орнына 3 плюс y-ті қойып жіберейік. Яғни 3 плюс y минус y квадрат тең болады 1 деп жазайық, жарайды. Сосын мынаны бөлек шығарып алайық. 3 плюс y минус y квадрат 1-ді солға шығарып жіберейік, минус 1 тең болады 0. Так, енді орнына қояйық. Бірінші минус y квадрат жазып алайық, одан кейін y-ті жазып алайық. 3-тен 1-ді азайтайық, сонда плюс 2 тең болады 0 болады. Мына y-тің алдындағы минустан арылу керек, яғни бәрін минус 1-ге қойтем. Минус y минус 2 тең болады 0 деймін. Так, енді бұны да веттерімізмен шығарып жіберейік. Яғни y1 плюс y2 болғанда, ол менде минус b-ға, яғни мен жағдайымда плюс 1-ге тең болу керек. Ал y1-ді y2-ге көбейткенде, ол менде c-ға тең болу керек, яғни минус 2-ге тең болу керек. Так, егерде мен y1-ге 2 деген санды, y2-ге минус 1 деген санды берсем, сол шығады, яғни 2 минус 1, ол маған 1-ді береді. 2 минус 1-ді көбейтсем, ол маған минус 2-ні береді. Значит, менде y1 мен y2 бар. Енді мен табуым керек па, мына x1-ді, яғни x1 ол 3 плюс деймін, y1-ді қоям. y1 менде 2-ге тең болды ғой. Яғни мына жерге 2-ні қоям, сонда ол менде 5-ге тең болады. x2 тең болады 3. Так, 3 мына жерде минус 1, яғни 3 минус 1, ол менде 2-ге тең. Сонда жауабы x1-ім 5 болған жағдайда, y-ім менің 2-ге тең болады. Біз әрдайым x-ті бірінші жазамыз. x2-ім 2-ге тең болған жағдайда, y2 менің минус 1-ге тең болады. Келесі соңғы 6-шы есеп. Так, бұл жерде мен екінші теңдеуден x-ті шығарып алам. x тең болады дем, мынаның барлығын 10-ға қарай жіберем. Яғни минус y-ті 10-ға жіберсем плюс y болады, 8-ді 10-ға жіберсем минус 8 болады. Енді мына x-тің орнына мынаны жазам. Яғни y минус 8 деп жақшаға алып жазам. Мына x-ті жаздым. Енді оны y-ін жазам. Көбейтемін y деймін. Плюс 7 тең 0 деймін. Осыдан мына теңдеуді шығарып алам. Так, бөлек жазып алайық, y минус 8 көбейтемін y плюс 7 тең болады 0. Енді жақшаны ашайық. y-ті y-ге көбейтсем y квадрат. Минус 8-ді y-ге көбейтсем минус 8y плюс 7 тең 0 дейміз. Так, веттерімізмен шығарайық. x1-ді x2-ге қосқанда, ол менде минус v, яғни плюс 8 болу керек, кері таңбасымен аламыз. Ал x1-ді x2-ге көбейткенде, ол менде плюс 7 с-ға, яғни 7-ге тең болу керек. Қандай сандарды берсем? x1-ге егерде 1-ді берсем, x2-ге егерде 7-ні берсем. Да? Потому что 1-ді 7-ге қоссам, менде 8 шығады. 1-ді 7-ге көбейтсем, менде 7 шығады. Дұрыс қой. Так, біз x1, x2-ні таптық. Енді y1, y2-ні табайық. y1 тең болады. Так, y-ім... ой. Так, мына жерде мынау наоборот y қой. Мынау кешірім сұраймын. Біз мына жерде y тоқып кетірік қой. Сонда мынау y1, мынау y2. Керісінше енді x-ті табам. Мына x-ті табам. Ол үшін y-ті 1-ді қоям. 1 минус 8-ден, ол менде минус 7-ге тең болады. Бұл менде x1. Ал x2, y2-ні қойсам 7 минус 8-ден, ол менде минус 1-ді береді. Яғни, жауабы x1-ім минус 7 болған жағдайда, менің y-ім 1-ге тең болады. Содан кейін, x2-ім минус 1 болған жағдайда, y2-ім 7-ге тең болады.